Сәлем достары, қазіргі таңда кейбір елдер бақытты өмір сүріп жатса, ал олардың шекаралары шиеленісті болып келеді. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қауіпті шекараларды ұсынамыз. Оңтүстік және солтүстік Корея арасындағы демилитаризацияланған зона 241 шақырымды құрайды. Бұл аймақ екі жақтың әскерлерімен мұқият қоршалғанды, сонымен бірге тікенекті сыммен және белсенді миналармен жабдықталған. Корея соғысының аяғында екі халықтар арасындағы айырмашылықтар жойылмады. Олар 60 жыл бойы дұшпан болып, бірін-бірінің тәуелсіз мәртебесін танымады. Жанжалдар болса, жүздеген адамды өлтірді. Демилитаризация тараптары ашық қақтығыстан қорғайтынды және олардың арасындағы қашықтықты тудыратын аймақ болып табылады. Егерде кімде-кім шекарадан өтпекші болса, әскерлер тарапынан атылады, яғни шекарадан өтуге тыйым салынған. Үндістан мен Пәкістан арасындағы шекара 2900 шақырымды құрайды. Бұл өте жақсы қорғалған шекара болып саналады. Ғарыштан қараған кезде шекара арасындағы жоғарғы қоршауларды көруге болады. 1947 жылға соғыс үш елдегі жүздеген мың адамның өліміне, ал 75 жыл ішіндегі Кашмир провинциясының таудан мұздаған зардап шегетіндер саны да артты. Жәбірленушілер саны 50 мыңға дейін жетті. Израиль мен Сирия арасындағы шекараны өзгерту туралы даулар көптеген жылдар бойы жалғасуда. 1920 жылы Британия олардың арасын шекарамен бөліп, Францияның бағытында Сирияны өткізген болатын. Содан кейін қайтадан Голан жерін қосты. Бұл аймақ үшін 100 жыл бойы белсенді күрес жүргізілді. Бүгінде бұл аймақ екі жақтың да қарсыласу ошағына айналғанды. Сириядағы азаматтық соғыс болғалы бері зорлық-зомбылық айтарлықтай өсіп келеді. Мексика мен ақш-тың шекарасы Калифорниядан Техасқа дейін созылып, барлығы 1989 км шақырым болды. Әлемдегі заңсыз ең үлкен бөлісудің бірі. Ол ірі елді мекендер мен адамдар тұрмайтын шөл даланың көп бөлігін қамтиды. Шекарашылардың шамамен 20 мың адамы тығыз қоныстаған қалаларда шоғырланған болса, ал шөлді жерлерді қорғаусыз қалдырған. Бұл шөл дала арқылы 50 мыңға жуық адамның өтіп кетуіне ықпал етеді. Алайда олардың жүздегені жыл сайын өледі. Өйткені олардың кейбірі есірткі және де қару-жарақпен айналысады. Әлемдегі ең ұзын орындардың бірі болып табылатын 4000 километрлік шекара осы екі ел арасын қамтиды. Үндістанның шекара әскерлері ескертусіз адам өлтіруде. Бұл саясат жүйесі болып табылады. 2000 жылдан бастап 2010 жылға дейін 1000 адам өліміне әкеп соқты. Сондықтан бұл жерді әлемдегі ең қауіпті шекаралар деп атап кетті. Достары, сіздерге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал сіздер біздің видеомызды үзбей көретін болсаңыздар, қызыл батырманы басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.